Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы есептерді шығаруда векторларды қолдану. Бүгінгі сабақта сіздер векторды есептер шығаруда қолдануды үйренесіз. Оқушылар, есімізге түсіріп көрейікші. Вектор дегеніміз не? Оны қалай белгілейді? Вектордың абсолют шамасы дегеніміз не? Нөлдік вектор дегеніміз не? Қандай векторлар тең деп аталады? Векторларды қосудың үшбұрыш ережесін. Векторларды қосудың параллелограмм ережесі. Қандай векторлар коллинияр векторлар деп аталады? Олардың қасиеті қандай? Векторлар арасындағы бұрыш қалай анықталады? Және векторлардың скаляр көбейтіндісі дегенге қандай анықтама бере аласыз? Есімізге түсіріп көрейік, оқушылар. Егер вектордың бас нүктесі оның ұшымен дәл келіп беттесіп жатса, онда ол векторды нөлдік вектор деп атайды. Және нөл санын салып, үстінде нұсқанамасын белгілейді. Нөлдік вектордың абсолют шамасы нөлге тең. Үшбұрыш ережесін есімізге түсіріп көрейік. АБ және БЦ векторларының қосындысы АС-ға тең. Нөлдік емес АБ және АС векторларының арасындағы бұрыш деп БАС бұрышын айтады. Кез келген А векторы мен Б векторы екі вектордың арасындағы бұрыш деп бас нүктесі ортақ әрі олармен тең векторлардың арасындағы бұрышты айтады. Бірдей бағытталған векторлардың арасындағы бұрыш нөлге тең деп есептелінеді. Ал қарама-қарсы бағытталған векторлардың арасындағы бұрыш 180 градусқа тең. А векторы мен Б векторының скаляр көбейтіндісі деп А1 көбейтілген Б1 плюс А2 көбейтілген Б2 санын атайды. Параллелограмм ережесін есімізге түсіріп көрейік. Оқушылар, параллелограммның қасиеті бойынша А векторының модулінің квадраты плюс Б векторының модулінің квадраты тең болады. А вектор мен Б векторының қосындысының модулінің квадраты плюс А вектор мен Б векторының айырмасының модулінің квадраты бөлінген 2-ге. Формуланы дәптеріңізге жазып алыңыз. Вектордың абсолют шамасы немесе модулі деп векторды кескіндейтін кесіндінің ұзындығын атайды. Және вектордың ұзындығын табу үшін А1-дің квадраты плюс А2-ның квадраты деп есептейміз. Ал АБ векторының ұзындығын табу үшін x2 минус x1-дің квадраты плюс y2 минус y1-дің квадраты арқылы есептейміз. Және де екеуді түбірдің астына аламыз. Бірінші тапсырмаға назар аударыңыз. Үшбұрыштың төбелерінің координаталары, яғни А 1-де 4, Б минус 2-де 0, С 5-де 1 болса, А төбесіндегі үшбұрыштың бұрышын табыңыз. Ойланып көріңіз. Қалай есептеуге болады? Дескрипторға назар аударыңыз. Ал енді шешуін қарайық. Алдымен АБ векторының координатасын табамыз. Содан кейін АС-ны табамыз. Одан кейін олардың скаляр көбейтіндісін табамыз. Және скаляр көбейтіндісі нөлге тең болғандығын анықтаймыз. Ал скаляр көбейтіндісі нөлге тең болса, онда екі вектор арасындағы бұрыш 90 градусқа тең екен. Жауабы 90 градус. Жарайсыздар, оқушылар.
Екінші тапсырмаға назар аударыңыз. А векторы, Б векторы, С векторлары өзара перпендикуляр. Егер модуль А векторы Y-қа тең болса, онда А векторы қосылған 2 Б векторы 3А векторы минус С векторларының көбейтіндісін табуымыз керек. Ойланып көріңіз, оқушылар. Қалай есептеуге болады? Қалай анықтаймыз? Шешуіне назар аударыңыз. Егер 3 вектор өзара перпендикуляр болса, онда олардың көбейтіндісін табу керек болса, жақшаны ашамыз, ықшамдаймыз және нәтижесінде 3y квадратқа тең екендігін анықтаймыз. Жауабы 3y квадрат. Үшінші тапсырмаға назар аударыңыз. Егер үшбұрыштың төбелері А нүктесінің координатасы 5-1, Б нүктесінікі 1-4, С нүктесінікі 8-5 болатын болса, осы үшбұрыштың ауданын табуымыз керек. Дескрипторға назар аударыңыз, ойланып көріңіз, қалай есептеуге болады? Ал енді тексеріп көрейік. Алдымен АБ векторын және АС векторын координаталарын табамыз. Одан кейін олардың скаляр көбейтіндісін есептейміз. Скаляр көбейтіндісі 0-ге тең. Бұдан А бұрышы 90 градусқа тең екендігін анықтаймыз. Одан кейін АБ векторының ұзындығын анықтаймыз және АС векторының ұзындығын анықтаймыз. Олар 5-ке тең екен. Үшбұрыштың ауданының формуласы бойынша бұл үшбұрыштың ауданы 12,5 екенін анықтаймыз. Жарайсыздар, оқушылар. Мен сіз үшін қуаныштымын. Төртінші есепке назар аударыңыз. Б векторының модулі 4 түбірасты 2-ке тең. А векторы плюс Б векторының модулі 17-ге тең. А векторы минус Б векторының модулі 15-ке тең. Болса, онда А векторының модулін анықтаңыз. Ойланып көріңіз, қай формуланы қолданамыз? Иә, дұрыс айтасыздар. Параллелограмм ережесіндегі формуланы қолданамыз. Нәтижесінде бізде 15 шығады екен. Бесінші есепке назар аударыңыз. Егер А векторы және Б векторлар арасындағы бұрыш 30 градусқа тең болса, әрі олардың скаляр көбейтіндісі түбірасты 3-ке тең болса, онда векторлар арқылы салынған параллелограммның ауданы қаншаға тең болады? Дескрипторға назар аударып, өзіңіз есептеп көріңіз. Ал енді тексеріп көрейік. Векторлардың скаляр көбейтіндісінің формуласын қолдансақ, нәтижесінде бізде 2 шығады екен. Ал оны ауданының формуласына салатын болсақ, ауданы 1-ге тең болады екен. Оқушылар, ал енді сабағымызды қорытындылайық. Бүгінгі сабақта сіздер векторларға есептер шығардыңыз. Ал енді өзіңізді бағалаңыз. Мен білемін, мен түсінемін, мен жасай аламын деген сөздерді толықтырыңыз. Ал бүгінгі сабақтан алған біліміңізді одан әрі шыңдау үшін мен сіздерге төмендегі сілтемені ұсынамын. Сәттілік тілеймін сіздерге, оқушылар. Назарларыңызға рахмет.